Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Міне, көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ болады. Ол үшін бізге жылы сүтімізді үлкен ыдысымызға құямыз. Рецепті төменге жазып қалдыратын боламын. Жұмыртқа, дрожь, шекер барлығын жақсылап салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Және ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салатын боламыз. Ұнымыздың барлығын салып жібермейміз. Қасықпен қозғап отырып салатын боламыз. Міне басында осылай қасықпен қозғаймыз, сосын қасығымызды алып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады, қолымызға жабысып, осылай илеуге қиындық тудырады, бірақ бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да 5-10 минут қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, икемге келетін, қолымызға жабыспайтындай болады. Міне қамырымыз дайын. Енді барлығын 1 сағат, 1,5 сағатқа жылы жерге жауып қоямыз. Оған дейін біз булочканың крошкасын дайындайтын боламыз. Ұн, шекер, бөлме температурасындағы майымызды алып, қолымызбен араластыратын боламыз. Міне осындай крошкаларымыз дайын болды. Міне біздің қамырымыз дайын. Мен барлығын бірдей көз мөлшерінде бөліп шықтым. Сіздер таразымен өлшеп бөлсеңіздер де болады. 21 үштік шықты. Ақырын осылай ішіне қарай булочкамызды орайтын боламыз. Алақанымызбен видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты баспаймыз. Міне барлығын жасап алдық. Бетін жауып қоямыз 5 минутқа. Енді барлығын домалақ етіп жайып, пішінге келтіретін боламыз. Жаңағы дайындаған крошкіден 1 қасық, сосын шай қасықта вареный сгущенка салдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша творог немесе варенье салсаңыздар болады. Міне булочканы осылай ішіне салып формаға келтіреміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты баспаңыздар. Жақсылап ораймыз. Барлығын біркелкі етіп, осылай формаға келтіріп аламыз. Міне булочкамыз дайын. Енді бетін пленкамен жауып, жарты сағатқа тағы да демалдырып қоямыз. Булочкаларымыз 2 есе көтерілуі керек. Жылы жерге қалдырамыз. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Сосын жаңағыдан қалған крошкаларымызды де бетіне септім. Бұл ерекше сән береді. Егер қалауларыңыз бойынша сеппесеңіздер де болады. Булочкаларымыз дайын. Енді барлығын қызып тұрған пешімізге 25-30 минутта пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай булочкамыз дайын. Өте жұмсақ және осындай үлпілдеп болып шықты. Келесі күніге де осындай жұмсақтығын сақтап тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер. Кездескенше.